Бүгін сіздермен тоқты етінен жұмсақ қуырдақ дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге тоқтының бүйрегі, өкпесі, жүрегі және еті, іш майы қажет болады. Етімізді барлығын бір келке алып, осылай турап алатын боламыз. Одан кейін табамызды отқа қойып, ішіне майдалап туралған іш майымызды салып, кішкене қуырамыз. Бұл қуырдаққа ешқандай сұйық май қолданбаймыз, тек қана іш маймен жасайтын боламыз. Іш майымыз кішкене қуырылғаннан кейін турап алған етімізді салып, үстіне тұзын және де қызыл бұрышын, қара бұрышын салып, тағы да біраз қуыратын боламыз. Біраз уақыт қуырылғаннан кейін үстіне 2 стакан қайнаған суымызды құйып, 1 сағатқа баяу отта пісіретін боламыз. Суымыз сарқылып қуырылғаннан кейін үстіне картошкасын, пиязын салып, тағы да үстіне азырақ су құйып, жарты сағатқа пісіріп алатын боламыз. Егер менің жеңіл рецептерім қажет болса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Міне менің қуырдағым дайын болды. Өте жұмсақ, әсіресе үлкен кісілерге жұмсақ болып піскен ет дұрыс. Осылай жұмсақ болып піскеннен кейін үстіне укроп сеуіп, тұз сеуіп, әдемілеп безендіріп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Ал баршаңызға ас болсын. Мені қолдап отырыңыздар, лайктарыңызды басып, пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер.